Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, жұмсақ болып шығатын көпе-пай тортының рецептісімен бөлісемін. Видеомды көрмес бұрын төмендегі подписаться батырмасын басып, қазақша каналымыздың дамуына үлес қосып, мені қолдай кетіңіздер. Енді бізге керекті ингредиенттер: сары май, шоколад және қант, жұмыртқа, ұн, какао, разрыхитель керек болады. Шоколадымыз бен сары майымызды осындай буда ерітетін боламыз. Бұл ерігенше біз жұмыртқамыз бен қантымызды араластырып, аппақ қоп-қою болғанға дейін миксерлейміз. 4-5 минуттай миксерлеп, қоп-қою қылып араластырамыз. Міне осындай болып шықты. Осының үстіне ыстық шоколадымызды құйып, тез-тез араластырып тұрамыз. Толық араласқаннан кейін ұнымызды разрыхитель какао үшеуін араластырып, аз-аздан салып, тағы да миксерлейміз. Менде осындай қоймалжың қамыр болып шықты. Осыны пергаментный пленкеге доңғалақ қылып, сызып алып, осының үстіне төсеп, қамырымызды 180 градуста пісіріп аламыз. Екіншісін дайындап қоямыз. Дайын болған корждарымызды арнайы осындай торт жинағышпен айналасын кесіп алып тастаймыз. Корждары қалың, осындай өте жұмсақ болып шықты. Енді біз кремін дайындайтын боламыз. Менде петмол 33%. Бұны мен тоңазытқышта тұрса да, мұздатқышқа кішкене 10-15 минутқа салып алдым да, бетінде тұрып қалған майларды толықтай араластырып, кремім жақсы шығу үшін толықтай араластырып барып, таза ыдысымызға құйып, үстіне қант ұнтағын салып, миксерлеп крем жасаймыз. Осының үстіне қалған қант ұнтақтарын салып, тағы да миксерлейміз. Осының үстіне творожный сырымызды салып, тағы да араластырып, осындай қою крем шығарамыз. Енді тортымызды жинаймыз. Жаңағы кремімізбен осылай етіп, тортымызды бәрін осылай етіп, кремдерімізді жағып, тортымызды жинап шығамыз. Достар, видеом ұнап жатса, төмендегі подписаться батырмасын басып, мені қолдай кетіңіздер. Осылай торттарымызды жинап шығамызды, үстіне ерітілген шоколадымызды құйып, әсемдейміз. Әркім әрқалай әсемдейді. Мен өзімнің туған күнім болғасын, менің 32 жасым, қош келдің деп әсемдедім. Енді үстіндегі әріптер, ол менің 4 балапанымның алғашқы әріптері: әдемі, рахман, ислам, арафат деп осылай әсемдеп қойдым. Егер видеом ұнап жатса, төмендегі подписаться батырмасын басып, мені қолдай кетіңіздер. Подписка жасап, маған сыйлық жасаңыздар. Рахмет, астарыңыз дәмді болсын.